Қайырлы күн, оқушылар. Сендермен 6 сынып математика номері 735 есепті қарастырамыз. Алгебралық қосылғыштардағы жақшаларды ашыңдар дейді. Бірінші есептен бастайық. Біріншінде бізде егер жақшаның сыртында таңба плюс болса, ештеңке өзгермейді. Жай ғана шақшасы жазамыз, және екі таңбаны бірге жазбаймыз. Мысалға, мұнда А плюс, бірақ жақшаның ішінде минус. Бірақ біз бір ғана таңба жазамыз. Бұл кезде бізде минус жеңеді. Плюстың орнына келіп минус орналасады. 3Б. Мұнда жақшаның сыртында плюс, ал жақшаның ішінде минус. Бізде жаңа айттық, егер плюс пен минус қатар келіп қалса, онда минус жеңеді. Минусы плюс Д екен. Мұнда ешқандай айнымалылар бір-біріне ұқсамайды. Осылай жай ғана қалдырамыз. Екіншісі, негізінен жақшаның сыртында плюс бар. Бірақ жақшаның ішіндегі минус жеңеді. Минус 6х плюс болу керек еді, бірақ жақшаның ішінде минус 7y болып тұр. Мына плюстың орнына мына минус келіп жайғасады. Минус 7y плюс z. Мені мен орындап аштым. Үшіншісі, мұнда да сондай минус m дейді. Мен минус m деймін, және мұнда плюс тұр бізде. Бұл плюстың орнын жақшаның ішінде тұрған минус келіп орын басады. Сонда минус 4n. Мұнда да плюс тұр, жақшаның ішіндегі минус келіп жеңеді. Минус 3b. Мені мен ашып алдым. Келесі төртіншісі, жақшаның ішінде минус 0,6a деймін. Мұнда плюс, жақшаның ішінде минус b. Значит, мен мұнда минус жеңіп кетеді. Плюс с деймін. Мұнда плюс, мұнда минус. Минус 3d деймін. Әрі қарай бесіншісі. Жақшаның ішінде минус x тұр бізде. Минус x деп өзін жай көшіріп жазамын. Плюс 6y. Негізі плюс тұр жақшаның сыртында, бірақ жақшаның ішінде минус бар, минус жеңеді. Плюстың орнын келіп минус басып алады. Минус 5z. Мені ашып алдық біз жақшаны. Алтыншысында m. Бізде жақшаның ішінде минус бар. Ол плюстың орнын басады. Біз бір ғана таңба жазамыз, екі таңбаны қатар жазбаймыз. Минус 3n плюс 8p. Мені мен жақшаны ашып алдым. Бізде номер 736 есепте өрнекті айнымалылардың қабылдайтын мәндерін жазыңдар дейді. Біз білеміз санды нөлге бөлуге болмайтынын. Бірінші есепте демек, мұнда мен бөлшектің алымына мүлде мен мән бермеймін. Бөлшектің алымында қандай мән, қандай сан тұрса да бізге бәрібір. Мен бөлшектің алымы 3a тең емес 0-ға деймін. Бәрібір бөлсем 0, сонда a тең емес 0-ге. Бұны жоғарғы сыныпта өтеміз. Анықталу облысы деген. Әрі қарай бізде екіншісінде бөлімін аламын. Мен алымына қарамаймын. a минус b тең емес 0-ға деймін. Сосын a тең емес b-ға деймін. Егерде мен мұнда бөлшектің бөлімі бізге 0 болмау керек. Үшіншісі бізде a қосылған 9 тең емес 0-ға деймін. Сосын a тең емес минус 9-ға. Егер мен мұнда a-ның орнына 9 әкеліп қоятын болсам, бөлшектің бөлімі 0 болады. Ол есептің мағынасы жоқ, яғни ол анықталмағандық бізде. Төртінші есебімізде b минус 7 тең емес 0-ға. b бізде тең емес екен 7-ге. Егер мен 7-ден 7-ні алып тастайтын болсам, есептің мәні 0 болып қалады. Онда бізде анықталмағандық. Номер 737 есеп. Жақшаны ашып жазыңдар дейді. 4a. Мына жақшаның сыртында тұрған минустың әсерінен мына 3b-мыз минус 3b болып ашылады. Мына жақшаның кесірінен деп айтайықшы. Мына
сының алдындағы минус деген таңба, бұл минус мына сыныкі, сының минус деп айтайықшы. Мына жақшаның сыртындағы минустың кесірінен бұл плюсқа айналып кетеді. Екіншісі минус m, минус, мына минус әсер етеді, минус 2n. Мына минустың кесірінен минус k болады екен. Келесі бізде үшінші 0,9 плюс 4a. Мында жақшаның алдында плюс тұр. Ол ештеңкені өзгертпейді. Жай ғана таңбасымен бірге көшіремін, только жақшасыз. Төртінші бізде x қосу ештеңені өзгертпейді. Дәл қалай бар соны жазамыз. Минус z. Бесінші бізде m қосылған 9n, жақшаның алдында плюс, ол ештеңкені өзгереді. Минус k, минус b. Келесі алтыншысы бізде a минус 4b плюс 3c. Бүйтіп ашып жатырмын мен. Алтын қайттан ашайық. Так, a, өйткені жақшаның алдында минус тұр ғой. Минус 4b. Мына минустың әсерінен мына 3-тің алды минус болып ашылады. Минус 3c. Мына минустың әсерінен мына d бізде плюсқа өзгереді, плюс d. Бұл жерде ықшамдамаймыз. Не себепті? Ешқайсы бір-біріне ұқсамайды. A, B, S қайсы әртүрлі. Бұларды қосып қоюға болмайды. Әрі қарай бізде 738-ші есеп. Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарыңдар дейді. Байқасақ, екеуіне де ортақ бізде A деген әріп біріншісінде. A-ны жақшаның сыртына шығарамын. Енді қалған әріптерді жазсам болады. B минус S деймін. Екіншісінде байқасаңдар m деген әріп екеуінде бірдей ортақ болып тұр. M деген әріпті жақшаның сыртына шығарамын да, жақшаны ашам. Жақшаның ішіне n деймін, минус 1 деймін. Неге? m-ді n-ға көбейтсем қайтадан mn шығады. m-ді минус 1-ға көбейтсем, кез келген санды бірге көбейтсем, сол санның өзі шығады деген ережені еске түсірсек, мұнда m болады. Үшінші бізде 9x минус 3y. 9-ға да 3-ке де ортақ, бізде ол 3 деген сан. 3-ті жақшаның сыртына шығарам. Жақшаның ішіне 3x деймін. Және минус y деймін. Неліктен? 3-ті 3x-қа көбейтсек, қайтадан 9x шығады. 3-ті y-қа көбейтсек, 3y шығады екен. Төртіншіміз бізде 4,5 және 1,5. Екеуіне де ортақ, бізде 1,5. Жақшаның сыртына шығаратын болсам 3m плюс n. 1,5-ді 3-ке көбейтсем 4,5m, 1,5-ді n-ға көбейтсем 1,5n шығады. Бесіншіміз бізде mnk. Екеуіне де ортақ, бізде mn. Онда шығарам m, n жақшаның сыртына шығарамда k деймін, минус 1 деймін. mn-ді k-ға көбейтетін болсам mnk шығады қайтадан. Ал mn-ді минус 1-ға көбейтсем қайтадан минус mn шығады. Алтыншымыз бізде a, b, s плюс ab. Мен мұнда байқасақ ab ортақ. ab и жақша ашам. Жақшаның ішіне s деймін, плюс 1. ab-ны s-ға көбейтсем ab-сы, ab-ны 1-ге көбейтсем ab-ның өзі қайта шығады. Әрі қарай бізде номер 739-шы есеп. 4x минус 2 және 4x мәндерін тауып кестені толтырыңдар дейді. Бірінші мен x-тің орнына минус 1 қой деп жатыр. Ең бірінші 4 минус 1 минус 2 дейді. Тең деймін 4 көбейтілген жақшаның ішінде минус 3 болады. Минус 3 тең минус 12. Келесі 4 жақшаның ішінде 0,5 алу 2. Бұл жерде бізде минус 1,5 болады. 4-ті 15-ке көбейтсек минус 6 болады. Әрі қарай 4 жақшаның ішінде 4 алу 2. 4-тен 2-ні алсам 2, 4-ті 2-ке көбейтсем 8. Әрі қарай келесі 4, мен x-ның орнына минус 3, минус 2 деймін. Тең деймін, минус 5. 4-ті минус 5-ке көбейтсек минус 20. Әрі қарай 4 көбейтілген x-тің орнына 0,9 минус 2 десем, бізде минус 1,1. Так, 11-ді көбейтсем, так, минус 4,4.
Келесі енді екіншісі деп бүйтіп жазып қояйық. Екінші бізде 4. 2-ден аламын минус 1-ді қосылып кетеді. 2 қосу 1 3 шығады. Ол кезде бізде 12. Келесі 4. 2-ден алып тастаймын 0,5-ті. 2-ден 0,5 алсам бізде 1,5. 4-ті 1,5-ға көбейтсек, яғни 15-ті негізінен 4-ке көбейтіп жатырмын деп ойласам, бізде 6 шығады. Әрі қарай бізде келесі 4. Так, 2 алу 4. Минус 2 тең минус 8. Келесі бізде 4. 2 азайту, бірақ минус 3. Бұл екеуі 2 қосу 3 болады да 5. 4 5-ім бізде 20 екен. Келесі бізде 4. 2 азайту 0,9. Бұл жерде бізде 1,1 4,4 шығады екен.